Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі нәзік болып шығатын шоколадты пирожныйдың рецептісімен бөлісемін. Кез келген қонақтарыңызға мерекеге жасай берсеңіздер болады. Рецепті соңына дейін қараңыздар. Осы рецептпен бөлісемін. Бізде өте дәмді пирожныйларымыз шығады. Алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды саламыз. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Және қант қосамыз. Миксердің жай жылдамдығынан бастап миксерлейміз. Қантымыз ерігенше миксерлейміз. Бізде көлемі ұлғайып, массамыз ағарады. Ерітілген сары май қосамыз. Миксерлейміз біркелкі болғанша. Bir шай қасық ванилин қосамыз. Жарты шай қасық ас содасы, жарты шай қасық қамыр қопсытқышын қосамыз ұнымызға, араластырамыз. Екі ас қасық какао порошогын қосамыз. Біркелкі болғанша араластырамыз және електен өткіземіз. Ұнымызды аз-аздан салып отырамыз. Миксерлейміз. Менің арнамда басқа да пайдалы оңай рецепттер бар. Алдағы уақытта жаңа рецепттерді өткізіп алмау үшін қоңырауша батырмасын басамыз. Ал енді венчикпен араластырамыз. Ұнымыздың қалған бөлігін саламыз. Массамыз қоюланғанша араластырамыз. Ал енді кондитерлік қапшыққа саламыз. Барлығын да салып аламыз. Пергамент қағазға төселген листіміздің үстінен массамызды құйып шығамыз осылай. Арасын алшақтау етіп, осылай барлығын дайындап аламыз. Қызып тұрған пешімізге 180 градуста пісіріп аламыз. Және осылай жұптарын табамыз бір-бірінің. Ал енді кремін жасауға кірісеміз. Сливкиді қолданамыз.
Мен бұл жерде 2 есе крем жасап жатырмын. Сливкемізді қоюланғанша миксерлейміз. Сахарный пудрамызды електен өткізіп отырып қосамыз. Және творожный сыр қосамыз. 1 келгі масса болғанша миксерлейміз. Бізде креміміз қоюланады. Қою болғанға дейін миксерлеп шығамыз. Бізде осылай формасын ұстайтын креміміз дайын болды. Және кондитерлік қапшыққа салып, насадкамызбен кремімізді салып аламыз. Ал енді пирожныйларымызды жинаймыз. Осындай жұлдызша насадкасын қолданамын. Видеода көрсетілгендей етіп, кремімізді құямыз. Және екінші бөлігін қоямыз. Барлығын жұптарымен осылай жинап шығамыз. Үстінен ерітілген шоколадымызбен сәндейміз. Баршаңызға ас болсын.